Сәбит және Алма. Баяғыда Сәбит деген жас жігіт болыпты. Бір күні ол өзен жағасында беті қолын жуып жатып, суда ағып келе жатқан әдемі алманы көріп қалыпты. Сәбит алмаға қатты қызығып, ойланбастан бір тістеп алады. Бірақ ол бірден өкінеді. Бұл алманың иесі бар шығар. Мен оның рұқсатынсыз алмасын жеп қойдым. Бұл дұрыс емес. Енді мен одан кешірім сұрауым керек. Сәбит алманың иесін іздеп өзен бойымен көп жүреді. Біраз уақыт өткен соң ол үлкен баққа келеді. Бақ иесіне барып: «Ассаламу алейкум, мен ойланбай сіздің алмаңызды рұқсатсыз тістеп қойдым. Кешіріңіз», дейді. Бақ иесі жігіт жүрегінің тазалығына қатты таңданса да, әдейі сынағысы келіп: «Жоқ, мен разы емеспін, кешірмеймін», дейді. «Кешіріңізші, мен ақысын төлейін, немесе сізге қызмет істейін», деп жалынады Сәбит. Бақ иесі: «Жарайды, онда 1 жыл маған қызмет ет, сонда ғана мен разы боламын», дейді. Сәбит қуана келіседі. Ол 1 жыл бойы бақта адал қызмет істейді. Жыл өткен соң уақыт келіп, Сәбит қайтпақ болады. Бірақ бақ иесі оған тағы бір шарт қояды. «Менің бір қызым бар. Ол көре алмайды, ести алмайды, жүрмейді, сөйлемейді. Сол қызыма сен үйленесің. Бірақ тойға дейін қызды көрмейсің. Сонда ғана мен саған 2 өмірде разы боламын». Оны ата-анасы жерден рұқсатсыз жіп алма деп тәрбиелеген болатын. Сондықтан Сәбит қинала бұл шартқа да келіседі. Олар үйленіп үлкен той жасайды. Тойдан соң Сәбит көзі көретін, құлағы еститін, сөйлейтін, жүре де алатын, сау, әрі сұлу қызды көргенде таң қалады. Ол жүгіріп барып, қайнатасынан неге олай айтқанын сұрайды. «Өйткені қызым ұят нәрсеге қарамайды, сондықтан соқыр», дедім. «Жаман сөз естімейді, сондықтан керең», дедім. «Тыйым жерге бармайды, сондықтан жүрмейді», дедім. «Жаман сөз айтпайды, сондықтан мылқау», дедім. «Сен алманы рұқсатсыз тістегенің үшін кешірім сұрап келгеніңде менің қызыма лайық екеніңді бірден білдім. Бірақ қызымды жақсы көргендіктен сені тағы 1 жыл сынап көргім келді. Мен қызымды Құдайдан қорқатын адал жігітке бергім келген. Ал сен сондайсың. Енді бақытты өмір сүріңдер шырағым», деп бақ иесі батасын беріпті.